Еңбек министрлігі зейнетақы төлемдерін және зейнетақы жарналарын аударуды реттейтін бірқатар мемлекеттік нормативтік құқықтық актілерге түзетулер жобасын әзірледі. Осыған орай алдағы уақытта зейнетақы төлемдеріне қатысты қандай да бір өзгерістер орын алады ма? Алдағы уақытта мемлекеттік корпорация мен деректерді тексеретін болады. Мақсат зейнеткерлік жасқа толған азаматтарға бюджеттен төленетін төлемдердің тағайындалғанын тексеру, қарттық зейнетақы, еңбек өтілі бойынша зейнетақы, мемлекеттік базалық зейнетақы төлемі тексеріледі. Осыған орай тағы қандай өзгерістер енгізілмек? Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі өзгерістерді бастады. Құжат Қазақстан Республикасы салық кодексінің 319 және 341 баптарына қатысты нормативті құқықтық актілердегі міндетті зейнетақы жарналарын жұмыс берушінің жарналарымен есептеу мәселелері бойынша анықтамалық нормаларды түзетуге бағытталған. Зейнетақы төлемдерін автоматтандыру негізгі өзгерістердің бірі зейнеткерлік жасқа толған және еңбек өтілі үшін төлем алуға құқығы бар, бірақ бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына өтініш бермеген азаматтарға проактивті қызмет көрсету болып табылады. Зейнетақыны автоматты түрде тағайындау үшін деректерді тексеріледі. Жаңа жүйе аясында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры жыл сайын 1 наурызға дейін мемлекеттік корпорациямен бірге отырып деректерді тексеретін болады. Мұндағы негізгі мақсат зейнеткерлік жасқа толған азаматтарға бюджеттен төленетін төлемдердің тағайындалғанын тексеру. Яғни қарттық зейнетақы, еңбек өтілі бойынша зейнетақы, мемлекеттік базалық зейнетақы төлемі тексерілетін болады. Алушылар тізіміне автоматты түрде қосу, салыстыру нәтижелері бойынша өтініш беру қажеттілігінсіз зейнетақы қаражаты төленуі тиіс азаматтардың тізімі қалыптастырылады. Дербес деректерді жинау және өңдеу зейнетақы тағайындау кезінде бұрын берілген келісімдер негізінде жүзеге асырылады. Зейнетақы төлеу процесін оңтайландыру. Бұл шара зейнетақы алу үдерісін жеңілдететін болады. Мемлекеттік корпорацияға жеке баруды қажет етпей, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан еңбек өтілі үшін төлемдер автоматты түрде есептелетін болады. Мемлекеттік корпорацияның негізгі функцияларына мемлекеттік корпорация бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы зейнетақы төлемдерін ұйымдастыру және жүзеге асыру. Сондай-ақ төлемдерді тағайындау, қайта қарау немесе тоқтату үшін қажетті құжаттарды тексеру функцияларын орындауды жалғастыруда. Осыған байланысты өзара әрекеттесу тәртібін белгілейтін ережелерге түсініктемелер енгізілді. Жарамсыз құжаттар бойынша ережелерді жаңарту. Жобада жеке басын куәландыратын құжаттардың жарамсыздығына, оның ішінде жарамдылық мерзімі өткен, жарамдылық немесе пайдалануға жарамсыздығына қатысты түсіндірмелер қамтылған. Осыған байланысты тұрақты тұруға кететін шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың құжаттары ережелерде көзделмеген негіздер бойынша жарамсыз деп танылған жағдайда олардың зейнетақы төлемдерін алу мүмкіндігін шектеу ұсынылады. Еуропалық экономикалық аймақтағы азаматтардың зейнетақы төлемдері Қазақстаннан тысқары жерлерде тұрақты тұруға көшкен Евразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің азаматтары үшін зейнетақы төлемдері әлеуметтік кодекстің 224 бабының 1 тармағына сәйкес ай сайын төленетін болады. Басқа жағдайларда, егер халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, шетелдіктерге зейнетақы төлемдері бір жолғы түрде жүзеге асырылады. Сонымен қатар аталған жобаға редакциялық өзгерістер енгізілетін болады. Жобада нормативті құқықтық актілерді оңайлатуға және құқықтық нақтылығын арттыруға бағытталған редакциялық түсініктемелерде енгізілген. Аталмыш жоба алдағы уақытта қоғамдық талқылауға ұсынылатын болады. Яғни еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі дайындалған жоба, қаулының жобасы ашық нормативтік құқықтық актілер порталында жарияланды және 2025 жылдың 2 сәуіріне дейін қоғамдық талқылау үшін қолжетімді болмақ. Яғни Қазақстан азаматтары аталған қаулыға өздері келісетін немесе келіспейтін тұстары бойынша аталмыш порталға кіріп, өз пікірлерін білдіруге құқылы. Ашық нормативті құқықтық актілер порталында ол барлық Қазақстан азаматтарына қолжетімді болып табылады.